90-шы жылдардың басында ең бір қилы кезеңдерде елбасымыз тәуелсіз мемлекеттің көк байрағын желбіретіп, кемеңгерлік танытып, кемелдік танытып, қазақ елін төрткүл дүниеге паш етті. Қазақстандағы келісім мен бірлік, татулық, достық бұл бүкіл әлемге үлгі. Сондықтан осындай бір ұлық мереке күні елбасымызға шын жүректен алғыс айтқымыз келеді. Осы қала қаншама халықтың басын қосты десек те болады. Бізде 2007 жылы арман қуып осы Астанаға келген болатынбыз. Курстас, группаластар болып ұстазымызбен театр аштық. Елбасының өзі айтады ғой, біздің болашағымыз жастардың қолында деп. Жастар өзінің қалаған мамандығын таңдап, жолын таңдап, шетелде оқиын деген шетелде оқуға әртүрлі кереметтей бір мүмкіндіктер бар. Мен барша қазақстандықтарды, отандастарымызды, барша қазақ елін тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймын.